Армысыздар, Кармология арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен Алтынай аман. Бүгін 26 күні туылған жандар жайлы сөйлесеміз. Жалпы сіздерді алаңдатқан сұрақтарға осы эфирді соңына дейін көру арқылы ала аласыздар. Ендеше дәстүрлі түрде, міндетті түрде бала күнгі зақымдар жайлы айтатын боламын. Сіз өз армандарын түбегейлі ұмыт қалдырған ата-анаға келдіңіздер. Ол кісілер өмірлік шабытты қайдан алу керектігін білмейді. Өздеріне аса қатты қызық емес дүниелермен айналысқанды жөн көреді. Міне осылай әйтеуір өмірлерін өткізуде. Негізі 26 күні туылғандардың туылған кезінен бастап өмірінде көптеген әділетсіздіктер орын алған. Бұл жерде екі нұсқа бар. Біріншісі, сізге ата-анаңыз мүлдем көңіл бөліп, жалпы қарамауы мүмкін. Соның салдарынан көше тәрбиесін аласыздар, әлде әжеңіздің тәрбиесін алып, соның қолында өсесіздер. Болмаса, ата-анаңыз арақ-шарапқа тәуелді кісілер, немесе осындай басқа да зиянды әдеттермен әуестенеді. Ал екіншісі, осындай ата-анаңыз бар, әлде ол кісілер мүлдем болмауы мүмкін, яғни жоқ. Бұл тұста әрине менің де нумерология ғылымының да қателесуі, шатасуы мүмкін. Себебі оған өте көп факторлар әсер етеді, әсіресе сіздерге. Сіз не үшін осындай ата-анада туылдыңыздар? Бұл сұрақты тіпті өздеріңіз де қойған шығарсыздар. Оған жауап, сіздер ата-анаңыздың өмірге деген көзқарасын өзгертуге келдіңіздер. Сондықтан менің бір болжамым бар. Сіз дүниеге келе сала, ата-анаңыз есін жиып, өмірін жақсы жаққа өзгертті деген. Әрине лайым сондай болсын, ал сіз қатты қиналмадыңыз. Енді қайсы айтқандарым дұрыс пікірге жаза кетіңіздер, ойларыңызды жаза кетіңіздер. Жалпы 6 саны ол негізі өте ауыр, қиын адаптация беретін сан. Осы 14 жасқа дейінгі аралықты период адаптация деп атайды, яғни үйрену мен үйренісу аралығы. Оны барлық адам бастан кешіреді, және ешкім оны өзгерте алмайды. Негізі сіздер бұл аралықты емес, өзіңізді өзгертуіңіз керек. Адаптация екіге бөлінеді. Қараңғылық, біз оны минус деп айтамыз, және жарық, біз оны плюс деп қарастырамыз. Егер сіз қазір қараңғылықта жүрсеңіз, яғни мына адаптациядан дұрыс өтпеген болсаңыз, дұрыс ой түймеген болсаңыз, сізде онда мына белгілер болады. Өз қауіпсіздігіңіз үшін қатты қорқасыз. Біреу келіп сізге атылады деп сенесіз, және сол үшін оған дайын жүресіз. Үйдегілерден қорғанасыз, әлде өзіңізбен өзіңіз күресудесіз. Мақсатыңыздан бас тартасыз, сосын өзіңізге сенімсізсіз. Бірдеңені бастап, оны қайтадан алып кететініңізге де сенбейсіз. Мақсаттарыңызға тұрақсызсыз, яғни бүгін мақсатыңыз біреу болса, ертең күні басқа. Олар көп, бірақ ешқайсысына сіз жетуге ұмтылмайсыз. Содан соң да көп күйзеліске түсесіз. Және де өте оңай нәрселермен айналысасыз. Ол сізге әрине оңайлығымен ғана ұнайды, ал басқаша ұнамайды, және керегі де емес тіпті. Адамдарға ұнау үшін көп дүниелер жасайсыз. Содан кейін оларды сіздің басыңызға шығып алады әрине. Әділеттілік үшін күрес. Себебі ортаның одобрениесіне мұқтажсыз, өзіңізді ұмытасыз да, өзгелер үшін өмір сүресіз. Өте көп переживаниялар, давлениялар, өзіңіз жасай алмайтын орындау керек уәделер, соның бәрі сізді күйзеліске түсіреді. Себебі олар жиналып тұрады ғой сіздің іс-әрекетіңізді күтіп. Ол әрине сіздің денсаулығыңызды құртады. Ал енді жарықтағы, яғни плюстағы іс-әрекеттеріңізді айтамын. Белгілі бір жасқа дейін өзгелердің дегеніне көнесіз, яғни подстраиваться под других дейді ғой, сол өзгелер не дейді, соны орындайсыз да. Содан кейін сіз ойлайсыз, өмір қысқа, өзімен өмір сүргім келеді деп шешім қабылдайсыз. Ол 20 жаста, болмаса 30, не болмаса 40 жаста болуы мүмкін, ал кейбіреулерде тіпті болмауы да мүмкін. Өз правилаңызбен өмір сүре бастайсыз. Шын мәнінде өте қиын сан 26 деген.
дәлірек айтуға да қиын, дегенмен мүмкін сіздерге достарыңыз болмаса ата-анаңыз жағынан публично күлген шығар. Соны сіз әділетсіздік деп қабылдаған шығарсыздар. Сіздерге кеңесім, өзіңіздің осы қараңғылықтарыңызбен күресіңіздер. Әділеттілікпен емес, шындықпен емес, тек қана өзіңіздің қараңғылығыңызбен күрессеңіз, оны жеңсеңіз, міндетті түрде жарыққа шығасыздар. Жалпы не істесем, осы адам мені жақсы көріп қалады, не істесем сыйлайды екен деп өмір сүруді қойып, жарыққа шығыңыздар. Жалпы нақты осы 26 күн толған жандарға арнайылап бүге-шүгесімен зерттеліп жазылған жарық деген психологиялық программа бар. Ол программа сіздерге өте қатты көмектеседі. Соны алу үшін почтаға хат жазыңыздар. Сонымен қатар плейлисттағы басқа да сандар жайлы көріп шығыңыздар. Олардың да міндетті түрде сіздерге пайдасы тиеді, және де матрица есептеуді үйрететін тегін сабағымды көріп, сонда да өзіңізді толыққанды туылған күніңіздің саны арқылы есептеп, өзіңіз жайлы көп тани бастаңыздар. Бүгінгі эфир пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде кармология арнасына тіркеліп, пікір жазып, үлпіл басып кетіңіздер. Сіздерге айтарым, өз алдыңызда өз деңгейлеріңізді түсіре бермеңіздер. Сау болыңыздар.